Саламатсыңдар ма оқушылар, бүгін 83-ші сабақ түсімділік тақырыбын өтеміз. Тақырыптағы барлық 11 есепті талдап шығарамыз, сабақты соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырма. Сабантой мерекесі қашан өткізілетінін анықта, түсімді өлшеуге арналған шамалар бірлігін тап, теңсіздіктер құр. Сабантой мерекесі егін жинау науқанынан кейін күзде өткізіледі. Түсімді өлшеуге арналған шамалар бірлігі бізде тонна, центнер және килограмм. Яғни массаны өлшейтін бірліктер. Кітаптағы шамалар бойынша алсақ, бізде 5 центнер 500 килограмм, 8 тонна 6100 килограмм. Бұл бізде түсімді өлшеуге арналған шамалар екен. Енді теңсіздіктер құру қажет. 6100 килограмм мен 8 тоннаны салыстырамыз. Бізде 8 тонна көп. Себебі 1 тоннада 1000 килограмм бар, 8 тоннада 8000 килограмм. Екеуін салыстырсақ 8 тонна үлкен. 5 центнер 500 килограмм, 6100 килограмм. Екеуін салыстырамыз, 6100 килограмм көп. 8 тонна 5 центнер 500 килограммды салыстырсақ 8 тонна көп екен. Есебіміз шықты, келесі тапсырма. Есепте, яғни әр баған бойынша белгісі шаманы табамыз. Бірінші баған түсімділігі гектарына 20 центнер, егістіктің ауданы, яғни бидай егістігінің ауданы 35 гектар, түсімнің массасын анықтау қажет. Түсімнің массасын анықтау формуласы үлкен М тең М көбейтілген С. 20-ны 35-ге көбейтеміз, 700 центнер. Бидай түсімінің массасы 700 центнерге тең екен. Келесі екінші бағанға көшейік. М 18 центнер бөлінген гектар, түсімнің жалпы массасы 810 центнер, егістіктің ауданын анықтау қажет. Ауданды анықтау формуласы түсімнің жалпы массасының түсімділікке бөліндісін береді. 810-ды 18-ге бөлеміз, 45 гектар. Сонда есептің жауабы күріш егілген егістіктің ауданы 45 гектарға тең. Келесі үшінші баған ауданы 100 гектарға тең, түсімнің массасы 1000 центнерге тең, түсімділікті анықтаймыз. Оны анықтау формуласы түсімнің массасын біз егістіктің ауданына бөлеміз. 1000-ды 100-ге бөлсек 10. Есептің жауабы картоп түсімділігі гектарына 10 центнер. Есебіміз шықты, келесі тапсырма. Екі фермер бидай өсірді. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14, ал екіншісінікі 19. Егер олардың әр қайсысы бірдей 5320 центнерден бидай алған болса, онда екі фермерге бөлінген жердің ауданы қандай? Есептің шартын жазып аламыз. Есепті шығарайық. Алдымен бірінші фермердің егістігінің ауданын анықтаймыз. Ол үшін түсімнің массасын бөлеміз бірінші түсімділікке. Яғни бірінші фермердің түсімділігі 14-ке тең, соған бөлеміз. Сонда 380 гектар болады. Екінші егістіктің ауданын табамыз. 5320-ны 19-ға бөлеміз, 280 гектар. Енді жалпы жердің ауданын анықтау үшін екі ауданды біріктіреміз. Сонда 380-ге 280-ді қосамыз, 660 гектар. Есептің жауабы екі фермерге 660 гектар жер бөлінген. Есебіміз шықты, келесі тапсырма. 4 теңдеу берілген, соларды шешу қажет. Теңдеудің берілгенін жазамыз. Теңдіктің оң жағында тұрған қосындыны қосамыз. Ол 63070-ге тең болады. Енді b-ны табу үшін 63070-ті 8-ге көбейтеміз. Сонда 504560 шығады. Енді тапқан мәнімізді мұнда b-ның орнына алып барып қойып тексереміз. 504560-ты 8-ге бөлеміз. 63070, 27213-ге 35857-ні қосамыз, 63070. Теңдігіміз дұрыс орындалды. Келесі, екінші теңдеу. 93 көбейтілген z тең 43617 бөлінген 7. Z-ті табу қажет. Бірінші теңдіктің оң жағында тұрған бөліндіні бөлеміз, 6231 болады. 6231-ді 93-ге бөлеміз, 67. Тапқан мәнді
белгісіз шаманың орнын алып барып қойып тексереміз. Сонда 6231 тең 6231. Теңдігіміз дұрыс орындалды. Үшінші теңдеу. Бұл теңдікті шығару үшін алдымен 45-ке 39-ды теңдіктің мына бетіне өткіземіз. Қосу амалымен екеуінің қосындысы 84-ті береді. 32 азайтылған m тең 84-ті мына көбейтілген 6 теңдіктің мына бетіне бөлу болып өтеді. Екеуінің бөліндісі бізге 14-ті береді. m-ді табу үшін 32-ден 14 азайтамыз, сонда 18. Тапқан шамамызды белгісіздің орнын алып барып қоямыз, сонда 45-тен 45 теңдігіміз дұрыс орындалды. Соңғы төртінші теңдеу. Теңдіктің оң жағындағы бөліндінің мәнін анықтаймыз. Ол 36-ға тең. Т-ны табу үшін 15768-ді 36-ға бөлеміз, 438. Т-ның мәнін таптық, енді оның орнын алып барып қойып тексереміз, сонда 36-да тең 36. Теңдігіміз дұрыс орындалды. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Бесінші тапсырма. Екі саяжайдың иелері таңқурайдан бірдей түсім алды. Жиналған жалпы түсімнің массасы 480 мың грамм. Егер саяжай иелерінің бірі 700 түп, ал екіншісі 900 түп таңқурай отырғызған болса, онда таңқурайдың түсімділігі қандай? Белгісіз шаманы x деп белгілеп аламыз. Бұл бізде таңқурайдың түсімділігі. Алгебралық тәсілмен есептеу қажет. Есептің берілген жазып аламыз. X деп белгілейміз таңқурайдың түсімділігін. Енді бізде формула бар, түсімнің жалпы массасы тең түсімділік көбейтілген ауданға. M бізде белгісіз, оны X деп аламыз. X көбейтілген 700 қосылған 900, яғни S-тің орнына 700 қосылған 900 деген қосындыны алып отырмыз. M дегеніміз 480 мыңға тең. Теңдігіміз құрылды, ары қарай есеп шығарамыз. 700-ге 900-ді қосамыз 1600, 480 мыңды 1600-ге бөлсек 300. Демек есептің жауабы таңқурайдың түсімділігі 300. Есеп шықты, өз жауаптармен салыстырып көріңдер. Тапсырмасы. Саяжай иесі бір соттық жерден 70 килограмм бүлдірген жинады. Егер ол бірінші жер телімінен 75 килограмм, ал екінші жер телімінен 135 килограмм бүлдірген жинаған болса, онда ол қанша соттық жерге бүлдірген отырғызған? Есептің берілген жазамыз, есепті шығарайық. Алдымен екі түсімнің массасын қосамыз, 75-ке 135-ті 210 болады. Енді ауданды табу үшін түсімнің массасын түсімділікке бөлеміз. 210-ды 70-ке бөлсек 3. Демек есептің жауабы саяжай иесі 3 сотық жерге бүлдірген отырғызған. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен гектарына 25 тоннаны құрайды. Егер жақсы күтім жасалса және суарылса, гектарына 50 тоннаға дейін алуға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден қызылшаны, яғни тоннамен қанша есе артық жинауға болады? Жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады? Есептің берілгенін жазып аламыз. Алдымен түсімнің массасын анықтаймыз. 25-ке 30-ды көбейтеміз 750 тонна. Екінші түсімнің массасын анықтаймыз. 50-ге 30-ды көбейтеміз 1500 тонна. Енді қанша есе артық екен және қанша артық екен анықтау үшін 1500-ді 750-ге бөлсек 2, демек 2 есе артық екен анықтаймыз. 1500-ді 750-ден азайтамыз, сонда 750-ге артық екен. Есептің жауабы жақсы күтім жасалған кезде 2 есе артық қызылша немесе 750 тонна қызылша артық жинауға болады. Есебіміз шықты, өз жауаптармен салыстырыңдар. 7-ші тапсырма тиімді тәсілмен есепте. Бұл есепте бізде берілген бірінші қосынды, екінші қосынды. Тиімді тәсілі екеуіне де ортақ санды жақшаның сыртына шығарып, есепті шығару керек. Екеуіне де ортақ сан бізде 14. Жақшаны ашамыз. Мұнда қалды 17, қосу 13 деп жазып аламыз.
Енді 17-ге 13-ті қосамыз 30, 30-ға 14-ті қосам, көбейтеміз 420. Есебіміз шықты. Келесі. 19 көбейтілген 35, қосылған 1 көбейтілген 35. Екеуіне ортақ көбейтінді 35 саны. Оны жақшаның сыртына шығарамыз, жақшаның ішіне жазамыз 19 қосылған 1. Сонда 35 көбейтілген 20 тең 700. Келесі қосындының мәні менде 230, 129, 240 және 90. Өз жауаптарымен салыстырып көріңдер. Келесі тапсырма. Шешуі бойынша есептің берілуін құрастыр. Есептің шешуіне қарай есептің берілуін құрастырамыз. Екі фермер күріш өсірді. Бірінші фермерге 5 гектар жер бөлінді, ал екіншісіне 3 гектар жер бөлінді. Олардың егін алқабындағы күріштің түсімділігі 35 тонна бөлінген гектар болса, онда әр фермер күріштен қанша түсім алған, және бірінші фермер екіншісіне қарағанда қанша тонна артық бидай жинады. Есептің берілгенін жазамыз, және кітаптағыдай есептің шешуін жазамыз. Есептің жауабы бірінші жер телімінен екінші жер теліміне қарағанда 70 тонна артық жинады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. Диаграмманы оқы. Әрбір жемістің массасын анықта. Диаграмма бойынша есеп құрастыр. Онда қараймыз. Дөңгелекшенің тең жартысын бізде қызыл алып отыр. Ол бізде алма. Алманың бізде мөлшері 500 килограмм. Енді оның 4-тен 1 бөлігі жасыл. Жасыл бізде алмұрт. Міне мұнда тұр. 4 бөлікке бөліп қарасақ, 4-тен 1 алмұрт. 8-ден 1 шабдалы, 8-ден 1 қара өрік екен. Бізге берілген мәліметтер арқылы кестені толтырып шығамыз. Алма бізде 500 килограмм. Бұл жартысы. Демек барлығы бізде 1000 килограмм болғаны. Қара өрік барлық диаграмманың 8-ден 1 бөлігін алып жатыр. Демек 1000-ды 8-ге бөлеміз, 125 килограммға тең. Шабдалыда 8-ден 1 бөлігін алып жатыр. Ол да 125 килограммға тең. Ал алмұрт диаграмманың 4-тен 1-ін алды. 1000-ды 4-ке бөлсек 250 килограмм. Берілген шаманы кітапта көрсетілген кестеге жазып шығамыз. Немесе дәптерлеріне осылай жазып қойсаңдар болады. Есебіміз шықты. Келесі тапсырма. 10-шы тапсырма. Ойлан және жауап бер. Бізде диқаншы тары суғару үшін арыққа 6 көмекшісін ертіп келеді. Яғни өзімен 7 адам арық қазады. Оған әр қайсысына бөліктерін бөліп береді. Сонда ең соңында диқаншының өзіне 3 қадам жер қалады. Арықтың ұзындығы қанша қадам болған анықтаймыз. Және диқан жерді көмекшілеріне қалай бөліп берді, қанша метрден тигенін анықтаймыз. Бір қадам бізде 1 метрге тең. Есепті шығарудың әртүрлі тәсілі бар, мен бір жолын көрсетейін. Бізде жалпы 7 адам бар. Диқаншының өзіне 3 қадам қалды, және әр қайсысына 3 қадамнан бөліп берді деп, біз 21 метрді аламыз. Яғни барлығы ұзындығы арықтың 21 метр деп аламыз. Енді бірінші көмекшісіне 7-ден 1 бөлігін береді. Барлық ұзындықтың. Демек 21-ді 7-ге бөлеміз, 3 метр. Бірінші көмекшісіне 3 метр жерді бөліп береді. 21-ден 3 азайтамыз, 18 метр қалады. Енді екінші көмекшісіне 6-дан 1 бөлігін береді. 18-ді 6-ға бөлеміз, 3 метр. Демек екінші көмекшісіне де 3 метр жерді бөліп берген. 18-ден 3 метрді азайтып тастаймыз, 15 метр қалады. 15-ті 5-ке бөлеміз. Есептің шартында айтылған үшінші көмекшісіне 5-тен 1-ін бөліп берген деп. Демек үшінші көмекшісіне де 3 метр жер берді. 15-тен 3-ті азайтамыз, 12 метр бізде қалды. 12-ні 4-ке бөлеміз, 3 метр. Бұл 4-ші көмекшісіне берді. 12-ден 3-ті азайтамыз, 9 метр қалды.
9-ды 3-ке бөлеміз 3 метр. Бұл 5-ші көмекшісіне бөліп берген жер. 9-дан 3-ті азайтамыз 6 метр. Қалды бізде 6-ны 2-ке бөлеміз 3 метр. Бұл 6-шы көмекшісіне бөліп берген жер. Енді 6-дан 3-ті азайтамыз 3 метр. Бұл диқаншының өзіне қалған 3 метр жері. Демек, бастапқыда алған біздің пайымдауымыз дұрыс екен. Сонда арықтың ұзындығы бізде 21 метр, ал барлық көмекшілеріне 3 метрден бөліп берген. Есебіміз шықты. Өздерің басқа жолмен де шығарып көрсеңдер болады. Келесі тапсырма. Түсім мол болған жылы фермер гектарына 18 центнер, ал түсім аз болған жылы тек гектарына 8 центнерден бидай жинаған. Егер бидайға 300 гектар жер бөлінген болса, ол осы жылдардың әрқайсысында бидайдан қанша түсім алған? Есептің берілген жазамыз, есепті шығарайық. Түсімнің жалпы массасын анықтау формуласы түсімділік пен ауданның көбейтіндісіне тең. 18-ді 300-ге көбейтеміз 5400 центнер. Екіншісі, түсімнің жалпы массасын анықтаймыз 8-ді 300-ге көбейтеміз 2400 центнер. Демек, есептің жауабы түсім мол болған жылы 5400 центнер, ал аз болған жылы 2400 центнер түсім алынды. Есебіміз шықты. Барлық 11 тапсырманы талдап шығардық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңдар.